Жылуураак эч нерсе алган жок белең? Жок. Ме, муну кийип алчы. Рахмат. Сен боюңда баарын билип туруп келдиңби? Анан эмне кылам? Тиги жакта жүргөндө 2 айлык болчу. 1 айдан кийин эле кайра келип каласың дегенден. Курган жаным, бул менин тунум. Эптеп тыйын тыпыр таап алайын деп келдим да. Тигилер өкүрүп бакырышат эми. Жүр, эшикке чыгалы. Эй, Бек, эмне артта калдың? Болбойсуңбу? Өтөрүп атам го. Бизден мурун келгендердин кебетесин көрүп үрөйүм учту. Кийген кийимдери кир, ачка, жандары кыйналган. Бирок багынып берер түрлөрү жок. Алардын көз карашынан бизге боор оруп жатканын байкадым. Булардын арасында 15 жашар акыл эсинен тайган бир кыз бар экен. Аны биздин жердештер талаада чалажан жаткан жеринен таап алышыптыр. Бул кыз ким экенин, кандайча келгенин эч ким билбейт. Бир гана жери ал биздин жердешибиз экенин билинип турду.
Kıymıldamay oturmayışım. Uçup gitti. Sizleringdir. Bol, tez, turungдар. Здравия желаю, господин генерал! Жаба аузыңды. Так. Sen. Sen. Екең темекі тізесіңдер. Қалғандарың далаға шығып темекі тересіңдер. Болыңдар, давай, тез. Айтып, тұрыңдар. Пошли, давай, тезден. Атай, А, анау келінді қалтыршы. ей, тоқтаңдаршы. Sen. Men be. Sen. Jo, sen айтып жатырмын. Келші мында. А sen екі қабат. Нан орнына барасың. Бар. Sen қазанға су құйып, су жылытасың. Кір жуасың. Тез. Sen yemine akçendi kız. Sen be. Uslayın anasıgan. Çadamga. Кейіңді. Атай сен не? Айуан болып кеткенсің бе? Назик, баланы қарашы. Уқтап жатабы? Уктап жатат. Жүр анда, сыртқа шығып сүйлөшөлү. Кайтаруучулардын бизге кылган мамилеси жаман болчу. Жан турага болбогондо билбейм. Менин тагдырым кандай болмок. Казактардын баары эле бирдей эмес экен. Билесиң бе? Менин да бир тааныштарым Казакстанга барып иштеп келишти. Тапкан акчалары дагы жаман болгон жок. Жашоо шарттары дагы талаптагыдай жакшы уюштурулуптур. А билесиң эмне үчүн? Анткени алар баардыгын закондун чегинде жасашкан. Эмгек келишимин түзүшкөн. Иштөө мөөнөтүн, ала турган акчасын суммасын фирма аркылуу жасашкан. А силер болсо минтип
мыйзамды билбей мындай акыбалга келип олтурасыңар. Болуптур эмесе. Андан ары эмне болду? Айтып бер. Атайдын жоругунан кийин мен качуу жөнүндө ойлоно баштадым. Иштеп баштаганыма 2 эле жума болгон. Бир күнү бардыгыбыз чогулуп отуруп калганда сүйлөшүп отуруп биздин акыбалы өтө оор экенин түшүндүм. Тигилер мас болуп тырай уктап калышты. Отура бергиле. Менимче 3-4 бутылка арак ичишкен окшойт тигилер. Байке, мен өзү түшүнбөй жатам. Биз бир азаптуу жерге келген окшойбуз. Чынбы? Эми мындайда түшүндүрүп берейин. Кыскасы, баарыбыз алдандык. Биздин бул жерге келгенибизге көп болду. Жер төлөлөрдө жашайбыз. Келгенден бери бир тыйын ак төлөй элек. Кыз келиндерибизге асылышат, кыйнашат, кордошот. Ооба, мен да кыйнашканда фут деп тийишип, алар жин деди. Жантыр. Жанагы силерди ушул жерге алып келген киши биздин тагдырыбызды ошол чечет. Охранниктер болсо бизди кайтарат. Эч кайда качырбайт. Ашыкча тамак да ичирбейт. Ошон үчүн Сыдык аке арык. Кыскасы, бизге көзөмөл өтө катуу. Жанагы чарыла кийинген кара бала бар го? Атай. Ошондон сак болгула. Алардын көзүн жазгырып, эптеп бул жерден качуу керек. Башка жол жок. Ушул жерге келип иштегенден бери бир да жолу акча алган жоксуңарбы? Каяктагы акча? Акча эмес, акчанын жытында жыттай элекпиз. Ой, акча сурасаң эле алардын өңдөрү бузулуп кетет. Эмне үчүн? Туура бизди жанагы аял бош отубуз менен сатып жибериптир. Жағалмайдай қайғы ұшып бара албай, жаш жүрөккө жагардары таба албай, ак кеттеримди төбөйүн арманга, кучак жайып кумар жазып кала албай. Ак кеттерим төбөйүн арманга, кучак жайып кумар жазып кала албай. Асман кутсаң мен да күтөм жолуңду, ак маңдайым кармасам дейм колуңду. Эч болбосо сен конучу токойго, жаным сейге жай албадым торумду. Эч болбосо сен конучу токойго, жаным сейге жай албадым торумду. Күйсөң күй деп качты серпип күлгөнүң, жаным дөртө. Тамекини жыйнап бүткөнбүз. Үшүк алып кеткен бир эле жүбөк калган. Бирок үйгө кетүү жөнүндө, айлык акчабыз жөнүндө сөз да болгон эмес.
арабызда артист деп атка конгон биздин компаниянын шайыр Мурат байке качуу жөнүндө ойлонуп жүргөн экен. Байке, эмне кылып жатасыз? Кир жууп алайын дедим эле. Келиңиз, мен жууп берейин. Мейлиң. Рахмат. Сен кайда? Сыдык байкенин кийимдери кир болуп кетиптир, жууп берейин. Эми ушул жердеги эркектердин киринин баардыгын жуйсуңбу? Бек жинди болбочу. Ушундайда жөлөк таяк болбосок. Анда качан? Анын аю келет турду. Алдынан кичинекей кыргыз коен чыгат экен. Аныр сайып келип, «Эй, заяц, я тебя съем!» десе. Байке, сүйсең сүй, бирок менин бетиме чачыратма деп коет дейт. Abi men işe alып келем а? Алып кел ал. Тамагыны кеп кантыт? Эй, очкарик. Сен муну жеп ал. Болбосо ачка каласың. Сугунуп тоюп ал. Мына алып келдим. Калай болду? Мыналар тамактанып бүттү ма? Iya. Ал, айда кала. Туруңдар. Давай, тұрыңдар. Жұмысқа барыңдар. Тез. Не алып қарайсың? Давай, тез, давай. Мен не шоңман болдum. Мен көп істеп отырмын, азыдағы көп теркелем. Эй, не агып отырсың? Тез жұмыс істе. Ассалаумағалейкум, Жаке. О, атай, қалдарың қалай? Жақсы. Қашан бітіресіңдер? Саламалейкум. Алейкум салам. Міне аз қалды. Тезірек бітіріңдер. Жарайды, Жаке.
Жантур. Тамекини болсо терип бүттүк. Обадаңа тур. Биз үйгө кетели. Асықпа, мынаны бітірейік. Кейін сөйлесеміз. Ой, мұның эмнесин бүтүрөсүң? Мына баары үшүп алып бүттү. Ойбай. Шаруаң қанша? Бітір деді ма? Бітір. Не тұрсың? Бал тез, теріште. Бал тез. Ay çıktı karaçı, aydan biz yaraldık. Ay nuru tavırdı, altınday ballalık. Жүр отур. Эжем не oldu? Эч нерсе. Ай эмне ыйлап жатасыз? Бала чакасын сагынып атат. Келгениңизге көп болдубу? 5 айдын жүзү болду. Жакча берсечи. Жок дегенде жашообуздун болсо эмне? Жумуштун оордугун айтпа. Ой, чарчап бүттүм. Теңгесин өлүк тиригин көрөйүн. Паспортумду берсе, кетет элем. Акчасы кайда кетмегилиң. Чыдай тур бир аз. Кайда акча? Акча берерине деле көзүм жетпейт. Эмнеге бербейт экен? Айрыкча сага көп берет. Элден көп иштейсиң. Элден мурда талаага чыгып, элден кийин келесиң. Хей, сен көп акча менен кетесиң. Сумкага акчаларың батпай калса, мен жардам берип коем сага. Сен кейбе. Ушунчасына чыдагандан кийин дагы бир аз чыда. Бала чакаң алдына сен эмне? Акча тыйынсыз кетмек белең. Алар сени үмүт менен күтүп атышат. Жол карап зарыгып күтүп атышат. Эгерде мен акча алсам, ушундай сонун спектакль коем дейсиң. Эй, спектакль койгонуңду койчу. Андан көрө качканыңды токтотчу. Bir günü болбосо bir günü өлтүрүп коюшат. Жок. Мен бул жерде калбайм. Баары бир качып кетем. Ушундай сонун пландарды түзүп койдум дейсиң. Сөз качам. Hey, sende сонун пландар көп. Бирок түшүнбөйм. Эмнегедир кармалып каласың. Сыдык аке. Эми колго түшпөйм. Эң сонун ойлоштуруп койдум. Эртең сөзсүз качам. Байке, мен да каласам сага сонун жол көрсөтөм да. Мындай туудан мындай ашканда Ай кыз, Кыргызстан болуп калат. Не olsa ya bardıq elə məni uşuşdu. Gül kayır koydum adыңды unutmayın bergen anıtыңды sağınganda.
қашы. Сякен мен қасыған әртісі! Сен қашасың мәне. Қайда барасың сен? Сен мазамды алатын болды ғой, қырғыз, а? Сөйлеп қаяды мына. Мен қашам деп ойлай. Қашасың ба? Бұлай тойғыздың сен мені. Мә саған! Мә! Азап бар ю! Бұлай тұршы! Машинеге салмайсың ба? Көрші мынаны. Әртіс сөйлеп қояды маған. Мен сені сөйлетем қазір. Сал машинеге! Атай, мынаны өлтіріп тастамайық па? Мазамызды алды ғой. Ашевка айтамыз, таппай қойды дейміз. Сен немене, жынды болғансың ба? Мынаның арқасынан күні келе кім жүретей? Абден әуреледі ғой. Енді қашылмайды. Отыр кеттік, айда. Кезектегі қармалудан таяқ жеген Мұрат байке меніменен жашыруын ой бөлішті. Анын ойынша біздің арабызда чыққыншы бар. Чыққыншыны тауыш үшін менден кеңеш сұрады. Мен тапқан план аға жақты. Бірақ мұны Сыдық байке және көзін башқа ешкім білбесін деп шештік. А сен өзің кимдир бирөөлөрдөн шектендің беле? Ооба. Тилекке каршы ошондой. Анткени баарыбыз эле качууну көздөп жүргөнбүз да. Ал эмес өзүмдүн күйөөм бектен да шек алган болчумун. Себеби мени сакташ үчүн алда ошол жолу ормак. Берш. Атай ертең 50 тонна жіберіңдер. Жарайды. Жалпысы бен 70 тонна болады екен ғой. Йо, братан. Не біз қырғыздар секілді құлмыз ба? Үйге қайтайық та? Неше ай болды? Саған не болған? Сен қайда асығып тұрсың, а? Не ақша төлемейсіңдер? Аяғына шығайық, жігіттер. Шыдап тұрыңдар, кетесіңдер. Жүр. Салиха, тоқтап тұрчы. Сен бүгін барбайлы қойчы. Экөөбүз тамеки тизели. Макул, ошентейин. Атай, арақтағын құйшы аналарға. Жігіттер, тұрыңдар. Ай, арақ ішеміз қазір. Столды бұлай қойасаңдар, жігіттер. Ал міне, бір жартыларда келін. Арақ ішмесе кішкене көңіл көтерекші, сен ана закускаларда келмейсің ба? Әділбай, анау қашқынға не?
Mına palatkanın içinde. Ha gel, latır şimdi. Jaraydı. Jüre. Қазір. Jür. Oturыңдар. Қой арықтан. Бар ішкі қояқ. Tағы бірден қойшы. Келіңдер жігіттер мынадан. Әкел. Ал жігіттер, тағы бірден бір лақтырайықшы, а? Жарайды. Ой. Негедір көңілім ашқым кеп тұр ғой мен. Мынадан алмайсың ба? Ай, Сұлу, бүгін екеуміз кішкене көңіл ашпаймыз ба? Бұл жыравач, бар өз қатының арып тейіш. Ойбай! Сендер сияқты қаншықтардың кесірінен қатынымды көрмей жүрмін. Сендерді қайтарып жүрмін. Неміне білмей дейсіңдер ма? Екі-екіден жат жүргеніңерді. Дұрыс айтасың. Жоқ олды. Мен өз күйемден башқа ешкімді көрген емесім. Ойбай, 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 жасал, ойбай, ойбай. Ойбай, қарындасы, ойбай, ойбай. Бәлкім сен жігіттердің исін сағынған шығарсың, а? Тұрчары. Ойбай, кең аузын. Бұға тейбейлі қойғыла чәленендер. Бұл жашты қылса кечіріп қойғылачы. Сілердің ділі қарындаштарыңар бар шығар. Қарған жалмағыз бір айтыршы. Жолыма жаныма, болуса сайып салам. Мұқтар! Деймегіле! Қайыр дейм. Мынаны қара, батыр болғысы бар. Кешегі таяқ жеген аз болып қалған ба? Бұға тейбегілі. Болмаса мен азыр. Не? Болмаса не? Не? Болмаса не? Милиция шақырасың ба? Милиция! Милиция! Ешкім жоқ. Сендерді кім шақырды мұнда? Кім? Қазақстанға кеп, бай кетеміз. Теңгені көп табамыз деп ойладыңдар ма, кен бастары, Мынауға келуін бұрын контракт деген болады ғой. Еңбек келісім деген болады. Қырғызстандар не, мыйлар істемей ма? Азыр сендердің қолдарыңда контракт емес, паспорттарың жоқ қой.